Сәуір айының бірінші жексенбісінде қазақстандық геологтар тәуелсіз Қазақстан тарихында екінші рет өздерінің кәсіби мерекелерін тойлады. Бүгінде бұл ғылымға деген қызығушылық тегін емес. Қойны қонышы кеңге толы Қазақстан үшін геология стратегиялық маңызға ие. Себебі тау-кен жұмысының барлығы дәл осы геологтардан басталады. Роль геолога всегда была первой. Меніңше геологтың рөлі өте маңызды. Өйткені геология Қазақстандағы барлық тау-кен өндірісінің бастауы. Алғашқы кезеңде далалық жағдайда жұмыс істейтін геологтар кен орнын барлап, қорын бекітеді. Сосын біздің кеніш геологтары тау-кен жұмыстарын жүргізеді. Көпшілік геологтарды ашық аспан астында жұмыс істейтін арманшыл жандар деп түсінеді. Бірақ кеніш геологтарының қызметі байсалдықты қажет етеді. Ол бірсыпыра қауіп-қатермен, үлкен жауапкершілікпен байланысты. Себебі геолог тау-кен өнімнің жағдайын неғұрлым сауатты бағалап сипаттама берсе, тіпті міне қазір біз шатырды бекіту паспортын жүргізіп жатқандықтан, шатырды дұрыс бағаласа, соғұрлым біздің кеншілер жақсы өмір сүреді. Паспорта крепления управления кровлей, насколько он правильно оценит кровлю, зависит жизнь и благополучие наших горняков. Пайдалы қазбаларды барлау мен игеруге Қазақмыс тобы да қомақты үлес қосып келеді. Бүгінде мысалыбының меншігінде 20-дан астам кен орны бар. Оның басым бөлігі кеңес заманында барланған. Сондықтан Қазақмыс тобы геологтарының алдында айтарлықтай абыройлы міндет тұр. Жыл сайын компания мамандары шамамен 200 000 метр жерді бұрғылайды. По Жезказганскому месторождению. Жезқазған кен орны қапталдарының терең көкжиектеріне геологиялық барлау жұмыстарын жүргіземіз. Әрі биыл бөлінген қаржыға Жезқазған кен орнының 25 000 метрін бұрғылаймыз. Қазақмыс Exploration күшімен оңтүстік шығыс Нұрқазған кен орнына кең ауқымды геологиялық барлау жұмыстары жасалады. Бұл біздің коммерциялық нысанымыз, қоры мол болады деп күтілуде. Юго-восточный Нұрқазған. Это наш объект коммерческого обнаружения. Ожидаем большой прирост запасов. Корпорацияда геологиялық барлау жұмысы батыс елдердің стандартына сай жүреді. Мұнда кен зерттеу үдерісінде техникалық ғылымның соңғы жетістігі қолданылады. В прошлом году, былтыр бізде Титан 24 деп аталатын жаңа инновациялық технология қолданылды. Соның арқасында Артемьев алаңының шығыс өңірі мен Сатпаев алаңында сульфиттік ауытқушылықтарды анықтай алдық. Енді юбилейно-Снегирихинский және Анисимов ключ кен орындарында барлау жұмыстарын жүргізбекпіз. На Артемьевской площади, на месторождении юбилейно-Снегирихинская и Анисимов ключ, по которым мы предполагаем провести разведочные работы. Қазақмыс геологиялық барлау жұмысына былтыр $57 миллион қаржы бөлген. Бірақ бұл істе қаржылық қана емес, адами капитал да маңызды. Сол себепті компанияда маман дайындауға баса мән беріледі. В течение 11-12 годов 2011-2012 жылдары біз Датамайн және Сулпак атты жаңа бағдарламалық азық-түлікті игеріп, геологпен Марк Шрейдер мамандарын оқыттық. Білікті мамандарды іріктеп, қолымыздағы қорлардың дайын үлгісіне қарай отыра, біз тау-кен жұмыс жағдайына қажетті пайдаланудағы блоктық үлгілерді құрумен айналысудамыз. Которые нам необходимы при работе в условиях горных работ. Кен барлауысы әркез компания еңсере бермейтіндей орасан зор алаңды қамтымақ. Сондықтан кен қоры мемлекет инвестициясы арқасында біртіндеп кеңеюі мүмкін. Әрі рентабелдігі аз кен орнындағы пайдалы қазбаларды өндіру салығын да төмендету қағыс қалмады. Ал мемлекеттің мұндай қолдауы елдегі геологияның дамуына тек оң әсерін тигізбек.